Арыстан мен түлкі. Арыстан қатты қартайды. Ол бұрынғыдай аңдарды аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатты да, аурумын, жүруге әлім жоқ деп барлық аңдарға хабар таратты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болды. Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да, «Халіңіз қалай тақсыр?» деп көңілін сұрады. «Халім нашар, неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, бір азырақ сөйлесейік», дейді арыстан. Түлкі: «Мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кірген із бар да, шыққан із жоқ» деп жүріп кетіпті.